Қайырлы күн 34-ші топ студенттері. Бүгінгі деніміз сау болсын десек атты тәрбиелік іс-шарамыз тақырыпқа сай тек қана денсаулық жөнінде болмақ. Денсаулық деген сөздің өзі деннің саулығы деген мағынаны білдірсе, деніміздің аурудан аман, қайратты, жігерлі, көңіл күйіміздің көтеріңкі болуының өзі денсаулықтың белгісі. Дене мүшеміздің бірі ауыра қалса, денсаулығымыз сыр беріп, көңіл күйіміз түседі. Еш нәрсеге зауқымыз болмайды. Еліміздің мықты тірегі дені сау ұрпақ, яғни өздеріңіз сіздер. Ал сіз деніміз сау болсын десеңіз, не істер едіңіз? Деніміз сау болсын десек, жаман әдеттерден аулақ болуымыз қажет. Ғұлама ғалым Әл-Фараби, жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіздер, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін деген екен. Ішімдік, темекі тарту, нашақорлық, осы секілді нәрселерді адам өміріне тікелей қауіпті екенін білуіміз қажет. Аты жаман індетке де апарып соғатын тура жолда осылар. Олай болса, уақытымызды бос өткізбей, салауатты өмір салтын ұстанайық. Деніміз сау болсын десек, көңілді жүруіміз керек. Көңілді адамдардың бойында бақыт, гормон, эндорфин көбірек бөлінеді. Күлкі көңіл ажарады. Олай болса, үнемі жымыр-жымыр көңілді жүруге тырысу керек. Деніміз сау болсын десек, дұрыс тамақтануды естен шығармауымыз керек. Адамның дені сау болып, сергек әрі ширақ болып жүруі үшін дәрумендердің пайдасы зор. Түрлі хот-дог, чипсы және түрлі сусындар адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Ас адамның арқауы демекші, тағамымыздың құнарлы болуына көңіл бөлуіміз керек. Деніміз сау болсын десек, салауатты өмір салтын ұстану, спортпен шұғылданайық. Мен өз басым күн тәртібіме спорттық жаттығуларды кірістіріп қойдым, мен оны үзбей жасаймын. Соның арқасында денім сау, денем шымыр, көңіл күйім тамаша. Денсаулық адам өміріндегі ең жоғарғы бағалы дүние болғандықтан, әр адам өз денсаулығына көңіл бөлуі қажет. Олай болса, денсаулықтың құпиясы неде? Денсаулық адам баласының ең құнды игілігінің бірі. Денсаулықты сақтау үшін ең бірінші кезекте ойын, ниетін таза болу керек. Адамның жан тазалығы денсаулығына әсер етеді. Сабыр мен сенім, мейірімділік пен сүйіспеншілік адам денсаулығын жақсартып ықпал етеді. Денсаулық жақсы болса, көңіл күйде көтеріңкі болады. Денсаулық бар байлығын басындағы, жайнаған өмірінің жасыл бағы. Қастерлеп мәпелесен аяласан, бойынан кетпес қуат жасындағы. Денсаулық қашаннан да алтынға тең, болады болашағын жарқында кен. Андамай жақын болсан арсыздықпен, ойланы көп тасымай ақылға кел. Олай болса, сау дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен болады бақытты өмір демекші. Дені сау, батыл жүректі, салауатты өмір салтын ұстануға дайын ұрпақ болып өсуіміз өз қолымызда. Ендеше ешқашанда ауырмай денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Осымен сабағымызды қорытындылай келе, жалпы деніміз сау болсын десек, дұрыс тамақтану, дене тәрбиесімен шұғылдану, тазалық, гигиена талаптарын сақтау, еңбекпен шұғылдану, адам ағзасының қалыпты, дұрыс жұмыс істеуінің, яғни денсаулықтың кепілі деп сабағымызды аяқтаймыз. Денсаулық туралы сөз қозғағанда, адам жанының арашасы, ақ халатты абзал жандар дәрігерлердің еңбегін атап өткенді жөн санадық. Олар бар күш-жігерін адам денсаулығын сақтап қалуға жұмсап, күні-түні аянбай еңбек етеді. Әсіресе қазіргі уақытта әлемді жайлаған ауыр індетпен күресіп, сағаттап ұйқы көрмей жүрген ақ халатты абзал жандарға алғысымыз шексіз. Қазіргі орындалатын әнімізді жабыққанда жан жүдетпедің, жұлуын шашқан таңғы леппедің, дертіме дауа, жаныма шипа, ақ халат киген ақ жүректерім деп дәрігерлерге арнаймыз. Санаспайтын сағатпен түнгі 4-6 ас ішпейтін тағатпен асығатын халқына. Қуаныш нұр шашасын, кім жетеді барқына, дәрігерлер жасасын, адалап бағандына.
Ақалатты абзал жандарды сыйлайтын ізгенге, ақалатты абзал жандар сенім сыйлар біздерге. Ақалатты абзал жанар өмір кілті сіздерде. Өмір кілті сіздерде. Ауру айтып келмейді, ауру өмір жебесі, көңіл өмір ескегі, ең бақыттың кемесі. Алғысымыз сіздерге, ақалаттың егесі, денсаулығы адамның бар барлықтың төресі. Ақалатты абзал жандар жетелейтін біз төрге, ақалатты абзал жандар бақ сыйлайтын ізгелге. Ақалатты абзал жандар сенім сыйлар біздерге, ақалатты абзал жандар өмір кілті сіздерде. Өмір кілті сіздерде. Ақалатты абзал жандар жетелейтін біз төрге, ақалатты абзал жандар бақ сыйлайтын ізгелге. Ақалатты абзал жандар сенім сыйлар біздерге, ақалатты абзал жандар өмір кілті сіздерде. Өмір кілті сіздерде.